Саламатсыздарма. Менің атым Әдемі. Мен күнші уақытындамын. Жасым 4-те. Менің анам шахмат ойнайды. Бірнеше жастарға қатысып медаль алды. Мамама әлі шахмат үйретсе деймін. Ой, сен әлі кішкентайдейсің. Лизапай маған сондықтан да үйретті. Мынау не? Шахмат тақтасы, иә? Енді мынараға келші деп. Міне қараймыз. Мынау шахмат тақтасы, иә? Мынау не? Қандай фигура мұны? Тура фигура деп айтады екен. Қалай ол сонда жүреді? Түзу сызықтармен жүреді екен. Түзу тек қана түзу сызықтармен былай жүреді, сосын былай жүреді екен, иә? Көрдің ба? Тура жүрістер деп айтады екен бұны, иә? Әдемі, енді ал мынау қандай? Бұл піл екен, піл деп айтады екен, иә? Ал бұл қалай жүреді? Әдемі, мынау піл, иә? Бұл қандай жүрістермен жүреді? Бұл көлбеу жүрістермен жүреді екен, иә? Көлбеу жүреді екен. Мына ағаларды, апалар танисың ба? Бұлар біздің Қазақстанның шахматты әлемді танытқан ағалар мен апалар екен. Қазақстан бойынша. Яғни бұлар кішкентайынан, сен сияқты кішкентай кезінде бұлар шахмат ойнаған екен. Содан көрдің ба? Көптеген медаль алған, көрдің ба? Жеңістері қандай? Көптеген жүлдеге ие болған. Бұл Динара Сәдуақасым. Көрдің ба? Мойнында не мынау? Көптеген медальдары бар екен, иә? Көптеген. Бұл кішкентай кезінен бастап не ойнаған? Шахмат ойнаған. Ал ана аға Дәрмен Сәдуақасов, Жансая Әбдімәлік дейді. Қазір дейді, бұның академиясы бар еді. Бұл да яғни кішкентайынан бастап шахмат ойнаған бала екен. Көрдің ба? Қазір әлем танытып отыр Қазақстан бойынша. Шахмат қай елде пайда болған? Үндістан. Қай ел ол? Анандидің ауылы. Анандидің ауылы екен. А қолында қандай? Ат берген. Аттың мүсіні ма? Ол қай жерде тұрады? Қоя ғой сол жерде. Келесін ал шалта. Ол қандай қолында? Ол да ат. Ол қай жерде тұрады? Қоя ғой. Ал жетпес тастарды қойып шықшы. Әдемі. Әдемі, ана қолында қандай тас? Ханза ма? Ханша ма? Қай жерде тұрады ол? Қоя ғой сол жерде. Тағы қандай тастарды білесің? Ала ғой. Ол қандай тас қолында? Хан. Қолында тас хан, е? Түсі қандай? Қара, дұрыс, е. Қай жерде тұрады ол тас? Қоя ғой. Әдемі қоя ғой. Керемет, жақсы. Тағы қандай тастарды білесің? Қайда жүр? Ол тастың аты қалай аталады? Қара. Түсі қара, е? Атауы қалай оның? Қоя ғой. Қай жерде тұрады ол? Қоя ғой. Қолындағы таста тура жүретін тас па? Қай жерде тұрады ол? Қоя ғой сол жерде. Тағы қандай тастар білесің? Қолындағы қандай тас? Піл, е? Түсі қандай оның? Қара. Ол қай жерде тұрады пілдер?
қанша қалай жүреді деді? Ал жүрі. Тіл қалай жүреді? Сосын көлбеу жүреді, көлбеу жүреді, көлбеу жүреді, мысалы мен былай жүреді, көлбеу, ал енді сен ана пілді жүргізші, пілді. Жоқ, міне, көлбеу. Қара, мынау қандай жол жүріп жатырған? Мынау түсі қандай? Ойнаймыз, мен бір тасты алам, сен қай тас екен, соны тауып алуым керек, жарай ма? Ал, көзім жұмам. Ал, қай тас жоқ? Піл. Піл жоқ екен, ол нешінші тұрады? Үшінші. Үшінші тұрады, және санашы нарыды? Бір, екі, үш, сосын төрт, бес, алты. Алтыншыда тас піл тұрады екен, жақсы. Енді екеуміз орнымызды ауыстырамыз. Енді апай ойнайды. Сен апайды көзін жұмасын, сосын бір тасты аласың. Апай соны тауып алу керек, жарай ма? Ал, жарайды, бастадық. Дүзу сызық бойында тұр, енді осы тастарды көлбеу қойып шығайықшы, жарай ма? Бастаймыз, ал. Қане? Міне, дұрыс, әдемі, күшті келе жатыр. Қоя қоя. Міне, күшті, әдемі, керемет, күшті біледі екен, көлбеу сызықты қалай жүреді. Міне, дұрыс. Енді тағы. Дұрыс. Енді соңғысы қалды, Қане, қойшы ана. Мынау неге ұқсайды? Шатырлы үйге. Шатырлы үйге ұқсайды, Бұнда шахмат тастары өмір сүріпті. Бірнеше шахмат тастары. Мынау қандай тас? Шатырлы үйге кіргізді. Мынау қандай тас? Қанша. Қанша. Мынау? Ат. Мынау? Тура. Мынау? Піл. Мынау? Пешка. Шатырлы үйде өмір сүріпті. Бір күні пешка шатырлы үйде кетіп қалады. Сонда неше тас қалады? Анайық, Мынау қандай тас дедім? Піл. Мынау қандай? Ат. Мынау? Тура дедім. Мынау? Қанша дедім. Тағы бір тас болу керек. Мынау? Хан. Нешеу қалған, санайықшы енді. Бір, екі, үш, төрт, бес. Бес тас қалған екен, Тастарын бой-бойымен қойып шықшы маған. Бастаймыз. Әдемі, бой-бойымен шахмат тастарын қойып шықшы. Дұрыс. Керемет. Одан кейін ат тұрады екен, Дұрыс. Екі ат, Сосын. Дұрыс.